Нағыз ислам. Нағыз ислам біздің ұстаған қазақтың бір Аллаға сыйынып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның артынан ілесіп, өзіміздің салт дәстүрімізді көтеріп, руханиятымыз болып келген осы дініміз біздің ең ұлы нағыз таза ислам дін. Ханафи мазхабының аясында, құлшылықта, сенімде матурidi мазхабының негізінде келген дініміз исламның нақ жолы болып табылады. Өзіңіз айтқандай, біз мұсылман болу үшін Аллаға жақындау үшін немесе Сауд Арабиясына, Түркияға, Индия мен Пакистанға қараудың қажеті жоқ. Біздің өзіміздің Құранымыз бар, пайғамбарымыз сүннеті бар, соған қараймыз. Сіз керек десеңіз, Сауд Арабия бүйтіп жатыр, Сауд Арабия бүйтіп жатыр. Қазір бізге де көрсетіледі, неше түрлі видеолар, арабтардың жаңағы ішкенін, басқа нәрсе жасағанын көрсетті. Ол арабтар бізге үлгі емес. Керек десе арабтар бізден үйренеді. Бізден үйреніп жатқандары да баршылық. Онда тұрған не бар? Мысалы айтайық, кезінде жаңа мен айтып өткен Орта Азия және мұсылмандар діни басқармасы болып Бұхарада араб тілін үйреткенде Арабиядан келіп оқиды екен. Тілдің өздерінің тілін бізден оқиды. Кәдімгі әдеби кітап күйінде сақталған біздің Орта Азияда болған.